Қалдарыңыз қалай достар, қайырлы күн. Бүгін сенбі, бәрінде демалыс, ал бізде бүгін эфир. Сол себепті бүгін біздің эфир қызыққа толы, 15:30-да жіберіп алмаңыздар. Және біз мынандай образдарды киіп, айтуды ұмытып кеттім ғой сіздерге. Біржан мен. Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз. Осындай серьезный түрмен қазір TikTok түсіруге бара жатырмыз. Кешірік достар, қалайсыздар? Тренировкада жүрсем, маған бір ерекше сыйлық келді. Шынымды айтсам, өзім қатты таң қалып тұрмын. Гүл шоқтарынан өзге. Қараңыздар, мынандай хат, құттықтау Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мырзадан деді. Маған жаңа ғана әкімшіліктен, қалалық әкімшіліктен әкеліп берді. Қазір ашып, өзімде көрген жоқпын әлі. Қазір сізді ашып, сіздерге көрсетемін. Президент Республики Казахстан. Уважаемая Анна Александровна, поздравляю вас с Международным женским днем. В этот весенний праздник красоты и нежности примите слова искренней благодарности за доброту, понимание и благополучие. Анна, рахмет саған. Сізге рахмет, уақыт тапқаныңыз үшін. Дайындық кезінде Қай каналдан шығады, сұхбатымызды көріңіздер. НТК арнасында біздің бағдарламада шығады. Жұлдыздардың соңғы жаңалықтары күшті сұхбат болды мен үшін. Рахмет. Сағат төлі 14:30. Қане барлығымыз НТК арнасын қосамыз. Бүгін бізде көптеген жаңалықтар болады. Бүгін бізде жаңа қатысушы кім екенін көрулеріңіз келсе, қане барлығымыз дәл қазіргі сәтте НТК арнасын қосамыз. Қызықтардың барлығын жіберіп алмаңыздар. Алтеке, бүгін бізде жаңа қатысушы. Қалай ойлайсың, қыз ба екен, әлде ұл ма екен? Менің ойымша ер азамат деп ойлаймын. Бір қазақтың нар тұлғалы жігіті келетін шығар деп ойлаймын. Өзің сияқты ма? Иә, бір Алатауды айып Қаратауды қайратын жігіт келеді деп ойлаймын. Вот ала қалса қазір көреміз. Құдай қаласа. Қыздар, эфир басталды. Қазір жарнамадамыз. Жарнамадан кейін Алла қаласа жаңа қатысушыны көретін боламыз. Қалай ойлайсыңдар? Қыз ба? Әлде жігіт па? Себебі қыздар толық, бізде жігіттер бір жігіт жетіспейтін шығар, содан кейін жігіт деп ойлаймыз, иә? Және мен ойлаймын, бұрынғы сезонның қатысушысы шығар деп ойлаймын. Мүмкін сіздің бұрынғы үміткерлеріңіздің бірі шығар. Мен ойламаймын үміткер деп, бірақ қатысушы шығар деп ойлаймын, өйткені сіз көрдім. Әділет, ассалаумағалейкум, қош келдің. Жақсы, өзің қалайсың? Енді сыйлықты жібердің, екі күн қатарынан сыйлық жібердің. Енді Айсұлудың жүрегін жаулауға дайынмын деген ойдасың? Дайынмын, иә, сол үшін ғана келгем. Бәрі аман құдайға шүкір жақсы болса, ертең бәрі жақсы болып кетеді деген ойдамын. Осы жерден алып кетемін деген ойым. Молодец. Күтеміз жақсы жаңалықтарды. Айсұлу, қалайсың? Түсініксіз болып кетті, бәріміз де түсінбей жатырық. Мади звондады и Мади отыр. Иә. Сонда шымылдықтың артында кім? Қазір көреміз. Рекламадан кейін. Қандай жағдай болмасын, танысып көруге? Иә, танысып көрем, әрине. Венера, сіздің ойыңызды білсем ба деп едім. Айсұлуға келген үміткер Әділет екеуі жарасатын сияқты ма, или Айсұлу таныстық тоқтатады ма? Жоқ, Әділет шынайы келген сияқты, жақсы бір жұп көріп тұрмын деп айта аламын, бұйырса, үйлену тойды да көріп тұрмын деп ойлаймын. Сол себепті 2 жас бақытты болсын. Вау! Қалайсың, Абзал? Жақсы. Қалайсыздар жалпы? Эфир барысында көрерсіз. Интрига дейсің. Бүгін біздің эфир күшті болып жатыр. Міне бірінші маусым Ислам, екінші маусымнан Абзал, үшінші маусым Әділет, төртінші маусым кім деп ойлайсыздар? Олжас! Общий бәріміз бірден бастап 4-ке дейін біргеміз. Бәрінің көзін көрген берейін. Мехмет, Айдын жазған, Фатимаға жазған дұрыс емес, негізі шынымен де. Өз ойыңды айта кетші осы жайлы. Ол
тек қана біздің аты және емес, өзі аты шенесін құртып жатыр. Басы істейтін бала деп ойлаған, басында жас өткен деп. Бірақ 18 жасында баланың қылығын істеп отыр. Кенже, қалай ойлайсың, Айдын жасаған қылық орынды ма? Орынсыз деп ойлаймын. Жалпы себебі жұпқа дейінгі өмір басқаша, жұптан кейінгі өмір басқаша болып тұр. Яғни бастап келген кезде өз сөзі бойынша до конца барам деді, бірақ мына жерде бір жұптық өмір тоқтайтындай болып тұр. Сен ойынша Айдос? Менің ойымша Айдынның көздеп келген мақсаты совсем бөлек болған. Мақсатына жетіп алғаннан кейін қазір енді бітірмекші. Мария, сен үміткер болып келейін деп жатсың ба? Қой. Мариям, расыменде Айдын мен Мариям жұбы енді жоқ. Өкініш жоқ па іште? Өкініш жоқ, себебі сезім болмады. Сондықтан да осылай дұрыс деп ойлаймын, себебі мен шынымен де ұнатып жүрген бір адам бар. Может быть, сол адамның орнын алып отырған шығар деген оймен тоқтаттым. Рахмет. Өкініш болмаса болды. Алла қаласа үміткер күтеміз. Мариям үміткер болғаныңыз келсе, сайт қойдыңыздар.